ұят және ар деген сөздің айырмашылығы бар. Ұят дегеніміз өзіңізде кемшілікті біліп, қысылуды ұят дейміз. Ал ождан дегеніміз өзіңіздегі артықшылықты біліп қысылуды айтамыз. Ол қалай? Яғни бір адамның өзінің кемшілігі бар, оны білет. Мысал айтайық, бір спортқа жетістігі бар жігіт келді дейік. Бірақ сол мен мықты спорттамын деп тұрса, жанында одан да асып өткен чемпион тұрса, әлгі адам қысылады. Біз мына кісінің жанында топырақпыз енді дейді. Бір Құран жаттаған ғалым адам тұрса, жанында одан да өткір бір кісі отырса, әлгі кісі де солай қысылады. Біз білмейтініміз, әлі көбірақ мына кісілердің жанында біз баламыз ғой дейді. Рас қой. Яғни өзіңізден артық үлкен бір кісіні, бір затты көрсеңіз, өзіңіздің кемшілігіңізді білсеңіз, сол қысылуды ұят дейді. Ар дегеніміз бұның керісіншесі. Мысалы, бір адам жүрегі пәк, бір қылмысты істеген жоқ, бірақ сол кісіге бір адам жала жауып, сен жалғаншысың, сен осындай қылмыс жасадың десе, әлгі адамның жүрегі қысылады. Неден қысылады? Ол сол қылмысты жасағаннан қысылмайды, сол қылмыстан пәк болғандығынан қысылады. Маған жала жапты, мен бұдан биікпін, мен ондай төмендегі емеспін дегеннен қысылады. Ар дегеніміз осы. Сол үшін айтады, ар мен намысты. Жігітке байлық деген мақсат емес, арлы, намысты болсаң болды дейді. Сол үшін айтады, бабаларымыз баяғыда қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді дейді. Сол үшін айтылады, халықта тағы да сөз бар. Малым жанымның садақасы дейді. Ал жаным арымның садақасы дейді. Арыңыз пәк болғаны, биік, асқақ болғанына не жетсін? Дәл сол асқақ, пәк ар, бұның жанында жаныңыз да, малыңыз да құрбан болатын дүние. Біздің халқымыз бұны баяғыдан ақ қай жердің шекарасы қандай екенін айтып кетті.